Сіз ақша жайлы мына қызықты естідіңіз бе? Ақша тірі тіршілік иелері сияқты біздің онымен қалай қарым-қатынас жасайтынымызды сезіп, соған қарай әрекет етеді екен. Ол бағаланғанды және құрметтелуді жақсы көреді. Сонымен қатар біз сияқты ақша да әділетсіздікке ұшыраса, немесе оны ренжітсе өзін жайсыз сезінеді. Сандырақ әңгіме сияқты естіледі, солай емес пе? Бірақ шын мәнінде бұл жерде бір қызықты нәрсе бар. Қарапайым ақшаның артында қандай таңғажайып құпиялар жасырылғанын білгенде таңғаласыз. Бейне баянды соңына дейін қараңыз, себебі біз сізге ақша туралы таңғаларлық фактіні ашатын боламыз. Ол сізді міндетті түрде терең ойға батырады. Қаржы әлемінде бізді шынымен ойландыратын көптеген таңғажайып фактілер мен әңгімелер бар. Әңгімемізді көп созбай, теориядан практикаға секіріп, Уоррен Баффеттің оқиғасын қарастырайық. Уоррен ақша табуды ғана біліп қойған жоқ. Ол оны ұзақ мерзімді пайда келетін және әлемге пайда тиетін компанияларға ақылмен инвестиция алады. Оның инвестициялау тәсілі тек ақша табу ғана емес, сонымен қатар ақылды стратегияларды қолдану және ақылды шешімдер қабылдау арқылы капиталды сақтау және өсіру маңызды деген түсінікті негізделген. Осылайша мынадай заңдылықты түйіндеуге болады. Ақшаға деген көзқарас оның мінез құлқын анықтайды. Егер біз ақшаны ұтымды пайдалансақ, пайда әкелетін нәрсеге салсақ, біз бір фильмнің сюжетін дұрыс бағытта дамытып жатқандай боламыз. Бұның салдарынан ақша бізге қолайлы қаржылық сценарий жазуға көмектеседі. Дәл осы жерде қызықтың бәрі басталады. Уоррен Баффет әлемдегі ең табысты инвесторлардың бірі. Және ол ақшаны құнды түрде ұстасақ, инвестиция жасамас бұрын ойланып ақылға салатын болсақ, ол қуатты құралға айналатынын дәлелдеді. Бұл фильмдегі басты кейіпкердің әрекеттерін дұрыс таңдау сияқты. Егер таңдаулар дұрыс болса, оқиға да қызықты бола түседі. Осы сәтте ақшаның жек көретіндей нәрселері бар екенін түсініп отырған боларсыз. Ол ысырапты, пайдасыз нәрселерге жұмсау мен жан-жаққа шашқанды ұнатпайды. Осы ақшаға жағымсыз болған нәрселерді толығырақ талқылайық. Сонымен, ақшаға ұнамайтын 4 маңызды нәрсе бар. Біріншісі, жоспарсыз ақшаны тығу. Көз алдыңызға сіз көп жеміс сатып алып, оларды сөмкеңізге салып қойдыңыз деп елестедіңіз. Бірақ содан кейін бұл жемістер туралы бірнеше аптаға ұмытып кеттіңіз. Оларды еске алғанда жемістер бұзылып, тұтынуға жарамсыз болып қалды. Ақшамен де дәл солай болады. Сөмкеге салып ұмытып кетсеңіз, уақыт өте жоқ болып кетуі мүмкін. Бұны 0% депозитке ақша салумен салыстыруға болады. 10 жылдан кейін депозитте ештеңе қалмағанындай сөмкеге салынған ақшаның да жоғалып кетуі мүмкін. Екінші, пайдасыз шығындар. Ақша қымбат әрі пайдасыз нәрселерге жұмсалғанды ұнатпайды. Мысалы, сіздің көп ақшаңыз бар делік. Сіз оны өзіңізге қажет емес, өте қымбат және сәнді заттарға жұмсаудасыз. Солардың арасында сіз мүлдем пайдаланбайтын өте қымбат көлік те бар. Бұл әрекетіңіз түбінде үлкен проблема тудыруы мүмкін. Себебі ақшаңыз сізге не пайда әкелмейтін, не қанағаттандырмайтын, сонымен қатар бюджетіңізді азайтатын нәрселерге жұмсалуда. Бұл ақшаны ысырап ету. Оны ұзақ мерзімді перспективада құндылық қоспайтын және қаржылық тұрақтылықты төмендететін нәрселерге жұмсау болып табылады. Ақшаны жай ғана ел алдында мақтануға шашпай, ақылмен жұмсау маңызды. Қуаныш әкелетін және шынымен қажет нәрселерге жұмсаған жөн. Үшінші, кездейсоқ байлық. Ақша күтпеген сәттілік немесе мұра сияқты кездейсоқтықтарды ұнатпайды. Сіздің Руслан деген досыңыз бар деп елестетейік. Күндердің бірінде Руслан лотереядан қомақты ақша ұтып алады. Бұл әрине керемет естіледі, бірақ неге мұндай жағдайлар ақшаға ұнамайды? Барлық дерлік жағдайда адамдар лотереядан қомақты ақша ұтып алғанда немесе күтпеген мұраны алғанда, олардың бақыттан бастары айналып өз қаржыларын басқара алмай қалады. Мысалы, Руслан бұл үлкен жеңісті қалай тиімді пайдалану керектігін жоспарламай, ақшаны қымбат заттарға немесе сән-салтанатқа жұмсай бастады. Ол оны ақырында ешқандай нақты пайда әкелмейтін немесе қаржылық тұрақтылықты сақтауға көмектеспейтін нәрсеге жұмсауы мүмкін. Сонымен бұл нені білдіреді? Бұл кенеттен немесе кездейсоқ ақша алу адамға оны тиімді басқаруға үйретпейтінін баса көрсетеді. Қомақты қаржыны алғандардың көбі күтпеген жерден ұқыпсыз жұмсау немесе қаражатты дұрыс бөлмеу салдарынан қиын қаржылық жағдайға тап болып жатады. Төртінші, бас тарту. Бұл ең маңызды нәрсе. Ақша өзінен бас тартқанды ұнатпайды. Сізге ақша табудың керемет мүмкіндігі туған кезде, кейде уақыттың, көмектің немесе білімнің жетіспеушілігінен сіз мүмкіндіктен бас тартасыз.
Сіздің қазір ресурстарыңыз болмаса да, мұндай мүмкіндіктен бас тартуыңыз ақшаның ызасын тудырады. Мысалы, сізде керемет тапсырыс шығып тұр делік. Бірақ сіз бос болмағандықтан, немесе сізге көмектесетін серіктеріңіз жоқ болғандықтан, оны бірден орындай алмайсыз. Бұндай жағдайда мүмкіндіктен мүлдем бас тартпағаныңыз жөн. Қызығушылық танытып, болашақта орындау мүмкіндігін табуға тырысыңыз. Бұл табыс әлеуетін сақтауға және ұзақ мерзімді перспективада тұтынушыны қанағаттандыруға көмектеседі. Ақша сізді шектейтін нәрсе ғана емес, сонымен қатар өміріңізді өзгертуге мүмкіндік беретін нәрсе. Кейде ол сіздің өміріңізде маңызды нәрселердің болуына мүмкіндік ашады. Дәл қазір бұл мүмкіндікті пайдалануға дайын болмасаңыз да, жаңа мүмкіндіктерге есікті жаппау маңызды. Мысалы, сіздің жеке бизнесіңізді ашуға мүмкіндігіңіз бар деп елестетіңіз. Сіз дәл қазір бұған дайын емес екеніңізді сезінуіңіз мүмкін. Бірақ бұл мүмкіндікті сақтау маңызды. Болашақта дайын болу өміріңізді жақсы жаққа өзгерте алады. Сонымен, сізге уәде етілген қызықты факт туралы айтатын кез келді. Таңғажайып факт. Өте қызықты жайт. Ақша бөліскенді ұнатады. Ақшаны біреуге оның көңілінен шығу үшін сыйлыққа бере алатын бонус деп ойлаңыз. Ақшаны досымызға сыйлық алу немесе мұқтаж жандарға көмектесу сияқты игі істерге жұмсасақ, ол ақшаны қуантады. Ақша кішкентай көмекшілер сияқты. Жақсы және пайдалы нәрсенің бөлігі бола алатын кезде өте қатты қуанады. Тіпті Microsoft корпорациясының негізін қалаушы атақты Билл Гейтс өз ақшасын қайырымдылыққа жұмсайды. Ол өз байлығының бір бөлігін аурумен күресетін және балалардың білім алуына көмектесетін қорларға салады. Бұл бөлісу арқылы ақшаның бізге ғана емес, басқаларға да көмектесетінін көрсетеді. Бір қызығы, ақша көмекке жұмсалса, ол тек біз үшін ғана емес, басқа адамдар үшін де өте мықты құралға айналады. Біз ақшаның қалай мүмкіндік көзі бола алатынын түсінген кезде, сондай-ақ адамдар сияқты оның назарды, құрмет пен қамқорлықты бағалайтынын түсінгенде, біз оны жаңа қырынан көре бастаймыз. Ақша тірі жан сияқты. Онымен қалай қарым-қатынас жасағанымызға қарай жауап береді. Оны қалай құрметпен пайдалану керектігін білсек, ол қаржылық тұрақтылықты құруға және қажеттіліктерімізді қамтамасыз етуге көмектеседі. Сондықтан, кез келген ресурс сияқты ақша да біздің оған деген көзқарасымызға жауап беретінін есте сақтаңыз. Ол мақсаттарға жету және өмірді өзгерту құралы бола алады. Бірақ ол құрмет пен жауапкершілікті қажет етеді. Ақшаны құрметпен және қамқорлықпен басқаруды үйрену, оның сіздің өміріңізде пайдалы құралға айналуына әкелуі мүмкін.